Ең алдымен әрдайым ата-анаға қарыздар болып өту. Отанға деген сүйіспеншілік, тілге деген құрмет, халыққа деген құрмет. Мені әрбір байқауларда, концерттерде, бір азды-көпті жеңістерге жетіп жүрген кезімде папамыз күнде дастархан басында бір-ақ нәрсені қайталап отыратын еді. Маған ең бастысы сенің кеудеге нан піспегендігі ұнайды деп айтады. Неге десеңіз, ол кісі Дінмұхамед Қонаевты өте құрмет тұтты. Сол Дінмұхамед Қонаевтың бір нақыл сөзге айтып кеткен қасиетті бір сөзі бар: мен қанша биікке көтерілсем де, мен халқымнан биік бола алмайтындығымды білемін деп. Сол сөзден осы ұстанымға мені баулыған, үйреткен, әлі күнге дейін атамның деп өмірінде бірінші рет айтып тұр екенмін, сіздерге түсінікті болу үшін. Папамның әрбір айтылған сөздері мәңгі жадымда қалды, мәңгі жүректе, мәңгі тәрбие. Сол себептен осы әңгімемізді жастарға есіне салып тұрсам деймін. Осы сәтті пайдаланып, дәл осы нәрсені істеп отырмын. Сол еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, бәріміз бақытты баянды ғұмыр кешіп жүре берейік. Бәрекелді, көп рахмет.